Жолдасым 4 жыл бұрын жұмыста стройкада жүргенде қайғылы оқиға болып өмірден өтті. Мен 3 баламмен жалғыз қалдым. Ата-анамның қолына барып, осы уақытқа дейін сол жерде тұрып жатырмын. Алайда үйде бала келіні, олардың 2 кішкентай балалары бар. Кейде келіннен қатты қысыламын, барып жағаласып тұрып алғаным үшін. Мамандығым кітапханашы. Ауылда бос жұмыс орны жоқ, қалағанда санда барып қалым жасап, подработка жасап келемін. Ол ақшаға үйге хоста бар, уақыт үйге келемін. Кеше бізге қонаққа көрші ауылда тұратын Сұлуша апам мен жездем келді. Сұлуша апа анамның туған сіңілісі. Әңгіме барысында мен жұмыссыз қиналып жүргенімді айттым. Жездем өз ауылында беделді азамат. Шағын дәріханалары бар, малдары бар, жағдайлары жаман емес. Жездем біздің ауылға жүр, біздің үйге жүр, жұмысқа орналастырамын деп ұсыныс білдірді. Апам да жезденің сөзін қостап мені шақырды. Үйдегілер балдарды тастап барып орналасып көруімді құптады. Арада бір жұма өткен соң мен керек киім-кешегім мен документтерімді алып апам мен жездемнің үйіне бардым. Барған күні ет асып қонақ болып, әңгіме дүкен құрып, карта ойнап, күліп ойнап жай жаттық. Келесі күні жездем машинамен кітапхананың кадр бөліміне апарды. Орын бар екен. Мені жұмысқа қабылдап, дүйсенбіден бастап өз орныма келіп жұмысқа кірісуіме болатынын айтты. Жездем 57 жастағы азамат. Бойын, денсаулығын күтіп қалған сері еркек. Жолдасым бар кезде де менімен жиі ойнап, маған жылтың қарайтын еді. Қазір қолына келіп отырмын, жұмысқа орналастырып жатыр. Оған қоса жесірмін, енді тіптен менен көзін алмай жүр. Машинамен үйге кетіп бара жатқанда былай сөз қозғады. Найра, кездесіп жүрген адамың бар ма? Жас томпиған келіншексің, жалғыз жүру жараспайды саған. Деп машинада отырған менің тіземнен түртті. Мен үндемедім. Сол күні кешкісін күндегідей асымызды ішіп, моншамызға түсіп, әркім өз бөлмемізге кеттік. Мен шамалы уақыт ноутбукте отырып, өз шаруаларымды жасадым. Түнгі 2-лерде дәретханаға барып, үйге қайтып келе жатқанымда, жездем алдымнан шығып сыртта мені тоқтатты. Мен үрейленіп үйге кіруге ұмтылған едім. Ақбалығым келші маған деп кең жауырынымен өзіне тартып, үйдің қараңғы жанына қарай мені жарға тіреді. Мен тыпырши алмай қалдым. Үйде апам ұйықтап қалған еді. Шығып қалып масқара болам ба деп жаман қорықтым. Жезде қойсаңызшы деп итерген едім, әлім жетпеді. Төмендегі айғыры әбден қатайған екен. Маған тіреп құлағымның тұсына ырсылдап демалды. Қандай тәттісің, осы жерде саған тәтті сезім бергім келіп тұр деп омырауымдағы алмамның қарасын сүйіп алды. Қой деймін, қазір айқайлаймын деп қатты сөйлеп шулап едім, жібере салды. Аппақ балығым, ана 2 алмаңда, төмендегі ақ гүліңде менікі болады, бір күні өзің ақ бересің. Деп сеніммен сөйлеп ашуланып үйге кіріп кетті. Мен дірілдеп қобалжып бөлмеме келіп, ноутбугымды өшіріп ұйықтап қалдым. Таңертең тұрсам, астым дымқылданып ояндым. Жолдасымнан айырылғалы деген ерді көрмеген, сыртынан айғыры тиіп, алмамды сүйгенге аздап жібеген болып тұрмын ғой. Апам мен жездем қалаға кетті. Демалыс күндері үйде жалғыз өзім болдым. Осылайша 1 ай өтті. Жаңа жұмысыма үйрендім. Кейде өзім барып келем, кейде жездем келеді. Бір күні апам аптекаға дәрі әкелетін фарма компания 3 күнге семинарға қалаға жолдама берді. Жолы жататын жері төленіп кейін ресторанға отырыс жасайтынын айтқан. Апам келісіп қалаға кетті. Үйде жырпылдақ жездеммен қалдым. Бірақ алдындағыдай қорқыныш үрку болмады. Керісінше мен бір соны күтіп жүргендей бойымда бір тыныштық болды. Мен ішімдікке әуестігім жоқ, алайда жездем сыра мен шарап ұсынды. Мен аздап қызылдан іштім. Сол күні екеуміз ұзақ әңгіме дүкен құрып, әзілдесіп, шамалыдан кейін жездем маған қоңыр коробка ұсынды. Аша қойшын. Көрсеңші ішін ашып. Деп жымиды. Қораптың ішін ашып қарасам, iPhone және ақша жатыр. Мен әрине балаша қуандым. Бірақ бұл жасап отырғанымыз қате әрі, кінә екенін іштей мойындап сезіндім. Мен ала алмайын деп ысырып бөлмеме кетіп қалдым. Біраздан кейін жездем қайтып келді. Қорапты бөлмедегі шкафқа қойды. Мен төсегімде жатқан едім. Жездем бұрыннан менімен болып көргендей еркінсініп қасыма келді. Бойын киімнен босатты. Менің де үстімдегіні сыпырып жерге тастады.
Әрпім қызып тұрған еді, тәттілетіп тілмен ойнай бастады. Мен есімнен танып, аузымнан суым кетіп қалшылдап қалдым. Жолдасым кеткелі әрпім әбден құрғап бітелуге қалған екен, соны жібітті. Әбден суы шылқып ыссы болды. Жездем үлкен кісі болса да, оттай тулап тұр екен. Мен шыдай алмай әрпіме айғырын демеп, ұшын жақындаттым. Ол байқады менің дайын екенімді. Сол кезде оттай тулаған сезімге еріп бердік. Айғыры тым зор екен. Шапалақтап ұрғылап есімді кетірді. Көптен шөлдегесін қатты ұрғылаған сайын есім кетті. Осылайша арада 1 жыл өтті. Апам үйде болған кезде мен жақындатпай, сылтауратып қашқақтап жүремін. Сыртқа жалғыз шықпай, ертерек барып аламын. Себебі жезде артымнан шығады. 10 күн болмасақ сағынып, ынтазар болып іздейтін болдық бір-бірімізді. Мен тіпті оны қызғанатында болдым. Бір күні өз аулымнан кітапханада орын босат деген хабар алып, үйіме қайтатын болдым. Апа жездеме алғысымды айтып, үйге жиналдым. Жездем мені апарып тастаймын деп машинасын қыздырды. Үйге жеттік. Сол кезде 2 жұмадай жақындаспаған біз, қарны аш қасқырдай бір-бірімізге жабысып, сезімге еріп беріп әбден тойдық. Осы жолы мен де оның айғырын сүйіп тәттілер бердім. Өзімді ұялшақ, жуас әйел санайтын едім. Шын мәнінде нағыз төсектің ыссы ханшайымы екенімді байқадым. Осылайша айлар мен жылдар бойы кездесіп жүрдік. Мен ол кісіден у көтердім. Жездем маған қаладан бір бөлмелі пәтер әперіп, мені орналастырды. Мен 3 баламды алып қалаға көштім. Үйдегілерге бір жігіттен көтердім, оның отбасы бар, үйлене алмайды деп бұл теманы жаптық. Мені жазғырып кінә етпеңдер, мен өз қателігіме өзім жауап беремін. Әркімнің тағдыры әртүрлі. Біреуге махаббат, біреуге сынақ береді.